Бізде екінші сабақ, бұл Python программалау тілінің shell терезесімен және edit терезесімен толығырақ танысамыз, және ол жерде қандай қызмет атқаратыны соны көреміз. Одан бөлек біз тағы да Python программалау өзінің программасынан бөлек тағы да қандай қосымша ыңғайлы программалармен жұмыс істеуге болатыны туралы тоқталып кетеміз. Сіздерде көріп тұрғандарыңыз бұл shell терезесі. Бұл shell терезесінде қарапайым математикалық амалдарды орындауға болады. Мысалға 5 қосу 6 11. Бұл бірінші нұсқасы. Енді екінші нұсқасы a тең болады 5-ге, b тең болады мысалы 7-ге дейік, сөйткен түсінікті болу үшін, және a қосу b 12. Бұл қалай жүзеге асты? Программа бізде a 5 деп бердік, b тең 7 дедік. Және бұл айнымалыларды программа есінде сақтап қалды. Қазіргі таңда мен a көбейтілген b десем, одан кейін ол 35 деген сияқты 35 деп жауап шығарып берді. Бұл жерде біз көбінесе программаны осы жерде орындап көрсек болады. Енді бізде тағы да файл, new файл немесе Ctrl-N деп бассақ, батырмасын бассақ, бізде осында екінші терезе шығады. Бұл бізде edit терезесі. Яғни біз мына жерде жасаймыз жұмыстың барлығын, өңдейміз, толтырамыз, өзгертеміз, ал оның жауабының барлығы мына екінші терезеде, яғни shell терезесінде көрсетіп тұрады. Дәл осы нұсқаны қарап көрейік. a тең болады 5-ге, b тең болады мысалға 8-ге дейік. Және біз қазір егер a қосу b десек, тура мынау сияқты жазсақ, бұл бізде шықпайды, жауап шықпайды. Ол үшін біз жазуымыз керек екен print жақша ашамыз және жақшаны жабамыз. Яғни бұл жерде қазір программалау тілінің синтаксисі болады. Яғни әр программалау тілінде өзінің жазылу әрекеті бар. Мысалға print бұл бізде shell терезесіне нәтижені көрсету үшін қажет. Енді программаны іске қосу үшін әрқашан run модуль дейміз, немесе F5 батырмасын басамыз. Бізден бірінші ең алғаш сақтауды сұрайды. Окей, атын жазамыз. Мысалға мен түсінікті болу үшін Python деп сақтаймын. Python. Бұдан бөлек мен бір папка ашып алайын. Папка ашайын. Мысалға оған бізде сабақ деп жазып қояйын. Сабақ 2 деп атын жазам. Папканың ішіне, осы папканың ішіне сақтаймын. Мысалы Python 2 деген сабақ атымен сақтаймын. Сақтаймыз. Енді қараймыз міне. Яғни бірінші бізде restart, user admin, updata local деген, яғни қай жерде программаның тұрғанын көрсетеді. Бұл каталог бойынша жолын көрсетіп тұр. Мынау папкалар, және ол бізде python2.py деген файлда сақталып тұр деп, жолды көрсетіп тұр деп тұр. Және оның нәтижесі бізде астында 13 деп тұр. Яғни 5 пен 8-і қосып тұр. Енді келесі программа орындалған кезде, мысалға біз егерде қазір a қосу b десек, 13 шығарып тұр. Бізде мына жерде қарасаңыздар, және 12 шығарған, бірақ та ол енді мына бірінші edit терезесіндегі мәнді есіне сақтап алып қалып тұр. Мысалы, дәл сол сияқты a көбейтілген b десек, ол бізде 40, яғни 5 пен 8-дің көбейтіндісі 40-қа тең. Бұл екінші жолы. Дәл осылай, бұл жерде бір жақсы жері, мысалға біз a көбейтілген b деп enterді басқан кезде, enter батырмасын басқа, ол бірден жауабын шығарады. Ал бізге мысалға 13, 40 деп бірден жауабын жазу үшін, оны отырмасы мысалы осылай, осы жерге өзімізге ыңғайлы қылдырып жаза аламыз. Енді run модуль деп басуға да болады, немесе мен F5 батырмасын бастым қазір. Және бізде сақтауды сұрап тұр. Сақтаймын, окей. Енді бұл қай жерде сақталған тағы да көрсетті міне. Және жауабын шығарды 13, 40. Бұл бірінші жолы. Енді программада жазылу тілінің тағы бір түрі, ол мысалға принтта тек қана жазу емес, одан бөлек бізде
апострофпен жазылатын сөздер бар, яғни апостроф. Апостроф деген қазақша тырнақша қойылады, апостроф қойылады. Оған мысалға біз ішіне сөз жаза аламыз, мысалы сәлем деген сияқты. Сәлем деп жазамыз. Программаны іске қоссақ, бізде мысалы 13, 40 және сәлем деген сөзді шығарып беріп тұр екен. Қарасаңыздар. Енді бұлай жасаған бір жағынан бастапқыда оңай. Бірақ та кейін көп программаларға келген кезде бұл осылай екі бетті қайта-қайта қарап отырмас үшін бізге көмекке программа келеді. Tony деген программа. Яғни біз мына сайт бар. Tony Python Idle Beginners дейді, для начинающих. Осы tony.org деген программа сайтына кіреміз. Және бұл жерден төбесінен қарасаңыздар, download версиян 3.3.13 дейді. Windows батырмасын басамыз. Windows дегенді және программаны жүктеп аламыз. Бұны орындаймыз. Қазір жүктеп алғаннан кейін бұны компьютерімізге орнатып көреміз. Яғни бұда қандай ерекшелік бар екен, мұна Pythonның өзінің программасынан қарағанда қандай ерекшелік бар екен көреміз. Программаны ашамыз. Открыть. Install for me дейді. Жарайды. Next. Және next. Мен Great Desktop Icon деймін. Бұл иконасын, яғни рабочий столға тұрса деп. Осы жер галочкасын қоямын, себебі рабочий столда тұрғаны ыңғайлы. Қазір программа орнатылады бізде. Программа толығымен орнатылып бітсін. Міне программа орнатылып бітті. Міне бізде рабочий столға орнатылды. Finish батырмасын басамыз және программаны ашамыз.